Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен бүгін жаңағы келіскеніміздей выделение деп айта берейін. Қыздарда болатын выделение туралы біраз ақпарат бергім келіп отыр. Выделение негізінде қыздарда қалыпты жағдайда болу керек. Оның иісі болмау керек, түссіз болады, кішкене созылмалы болады. Ол қышытпау керек, ол ашытпау керек. Кейбір кездерде выделение көбірек болады. Ол гормональды таблеткалар ішіп жүрген кезде, екіқабат келіншектерде, овуляцияның ортасы кезінде выделение болады. Содан кейін жаңағы етеккірді айтамыз, кровянистый выделение деп, қан аралас болатын выделение. Олар қалыпты жағдайда болатын. Ал екіншісі, қандай выделение болған кезде гинекологқа көріну керек. Ол егерде иісі шығып жатса, иісінің де түрі болады. Балықтың бұзылған иісі болады, жұмыртқаның бұзылған иісі шығады, түстері өзгереді, жасыл болады, сары болады, ол қышытады, ол ашытады. Жыныстық қатынас кезінде біраз келіншек үшін қолайсыз жағдайлар туғызады. Сондай кезде міндетті түрде гинекологқа көрінуге тура келеді. Толық ақпарат алғыларыңыз келсе, төмендегі номерге хабарласып алуларыңызға болады.